Айшегүл жұмыс істейтін аурухананы кім өртеді? Сол адамды маған беріңдер деп Пойраз келген кезде алдынан Садриддин шығады. Бұл адамдар менің қарамағымда, оларға тиіссеңдер, онда маған тиіскен боласыңдар. Садриддин әкесіне қарсы шықты. Кешет әдейі Айшегүлдің үйіне келеді. Мен бір сұмдық жағдай естідім дейді. Садриддинді Әділ Топалдың адамдары өз басшысы етіп сайлапты. Пойраз да қазір сонда үлкен соғыс болайын деп тұр Айшегүл деп Айшегүлді қорқытып қояды. Соңгүл полицияны ертіп Бахридің үйіне келеді. Ұлыңды қайтесің, өзің сияқты оны да құртасың ғой дейді. Ол менің туған ұлым, ол үшін бәріне дайынмын дейді. Сөйтіп Соңгүл өз баласын алып кетеді. Полковниктің үйіне Иса мен Сенан келіп есігін қайта-қайта қағады. Үйінде неге ашпай жатыр дейді. Бір кезде полковник есін жиып есікті ашады. Полковник өлмегеніне қуанып балаларды менің құтқарушыларым деп құшақтап сүйеді. Пойраз келіп Бахриға мән-жайды айтады. Әділ Топалдың адамдарын енді Садриддин басқарып жүр дейді. Садриддин есінен ауысқан ба дейді. Маған қарсы шыққаны несі? Әлгілер оны алдап қалайда болса көндірген. Қазір мен олармен сөйлесейін дейді. Баламды тыныш қойыңдар, оған тиіспеңдер дейді. Маған қарсы қолданыпсыңдар. Бәріңнің быт-шытыңды шығарамын. Қолымдағы айғақты апарып полицияға беремін дейді. Қылмыскерлер қорқып кетеді. Нешетке сенбеуіміз керек еді, бәрін бекер істедік дейді. Соңгүл баласын алып алды, бірақ қайда барарын білмейді. Ол парктегі кешке дейін отырады. Алдында қанша рет Садриддинге хабарласып көмек сұрамақшы болды, бірақ ол жауап бермеген еді. Ең соңғы рет қоңырау шалайын деген кезде Бегим алады. Мен Бегим, ол біздің үйде, қазір душта, сенімен сөйлесе алмайды. Сенің қоңырау шалғаныңды айтамын деп телефон тұтқасын қоя салады. Соңгүл Бегимнің үйіне келеді. Сен менің әлі күйеуімсің, балам екеуміз көшеде қаңғырып жүрміз, ал сенің отырысың мынау дейді. Неге телефондарыма жауап бермейсің деп Соңгүл ұрса бастайды. Сенің ұятың жоқ екен, Пойраздың бұрынғы әйелімен байланысқансың ба дейді. Ал Бегим мысқылдап күліп отыр. Менің ақшам жоқ, баратын жерім жоқ, баламмен далада қалдым дейді. Садриддин Соңгүлді қолына аз ақша ұстатып үйінен қуып жібереді. Мен сендерге әлі көрсетемін деп айқайлаумен ғана болады Соңгүл. Садриддиннің берген азын-аулақ ақшасына Соңгүл қонақ үйге жайғасады. Садриддин қоңырау шалады, кездесуге шақырады. Соңгүл келеді. Саған айына 20 000 лира төлеп отырамын, бірақ бір шартым бар. Әкемнің үйіне қайтып барасың. Онда болып жатқан заттардың бәрін маған айтып отырасың дейді. Мені ол үйден қуып шықты, мен баламды алып кеттім. Енді қайтып барсам, ешкім мені кіргізбейді дейді Соңгүл. Сен Соңгүлсің ғой, әйтеуір бір нәрсені ойлап табасың дейді. Соңгүл үйге қайтудың амалын тапты. Ол бір адамға попросить етіп, әкеме қоңырау шалшы дейді. Телефонды Сема алады. Балалы бір келіншекті көшеден тауып алдым дейді. Екеуінде қалдері мүшкіл, қарындары аш екен. Келіншек жылап-жылап, оның телефонынан сіздің номеріңізді тауып алып, қоңырау шалып жатырмын дейді. Бахри Соңгүлді үйге алып келіңдер дейді. Соңгүл үйге келіп Бахриден кешірім сұрайды. Баламмен далада қалдым, баратын жерім жоқ, ақшам да жоқ дейді. Бәріне Садриддин кінәлі, ол мені үйіңе барып балаңды алып кет деп айтты дейді. Сосын мені көшеге лақтырып кетті, көмектескен жоқ. Өтінемін, ең болмаса балама ие болыңыздаршы, мен оған қарай алмаймын. Өзің қайда барасың, не жұмыс істейсің дейді. Ресторандарда ма даяшы болып жұмыс істермін, аптасына бір рет баламды көрсетіп тұрсаңыздар болды, сол да жетеді дейді. Бахри Соңгүлді аяп кетеді. Үйге қалуға рұқсат етемін, бірақ бөлмеңнен шықпайсың, көзіме көрінбейсің дейді. Тағы да бір қателік жасайтын болсаң, онда сені көшеге қуып шығамын деп Соңгүл Бахриге рахметін айтып жатыр.